Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында балаларға дәмді әрі пайдалы болып шығатын кирешке жасаймыз. Осы видео рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Кирешке жасау үшін 1 шай қасық тұзға 2 ас қасық май құйып араластырып аламыз. Мен түсін қызарту үшін 1 қасық кетчуп қосып алдым. Сонда қызыл әдемі тартымды болып көрінеді. Тұзы еру үшін жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 бөлке нанды ортасынан бөліп, оның жартысын тағы да 1 бөлшекке бөліп, ұзыншалап турап шығамыз. Кирешкенің формасы сонда 4 бұрышты болып шығады. Магазиннен балаларыңызға әртүрлі қоспалар қосылған кирешке алғанша, сізде осындай 1 бөлке нан алып, үй жағдайында жасап көрсеңіз болады. Арасына түрлі дәмдеуіштер қосуға болады. Өзіңіз жасаған дүние сенімді әрі пайдалы, дәмдірек болып шығады. Мен бөлке нанның жартысын ғана пайдаландым. Сол балаларыма жететін болғандықтан көп жасаған жоқпын. Нанымыздың бөлшектері дәл осындай 4 бұрышты болып шықты. Енді оған дәмдеуіш қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне 1 келкі араластым деп бөліп құйып алдым. Солай жақсылап араластырып шықтым. Балаларыма беретін болғандықтан басқа дәмдеуіш қоспадым. Сіздер шашлықтың немесе сырдың дәмі бар дәмдеуіштер қосып араластырып жасай берсеңіздер болады. Ал енді духовкамызға 180 градуста 25-30 минут қызарғанша қойып аламыз. Міне біздің кирешкеміз дайын. Иісі өте керемет, қытырлақ, әрі дәмді болып шықты. Ал енді тарелкамызға салып, балаларыңызға ұсынсаңыз болады. Сіздер де міндетті түрде жасап, қалай шыққанын комментарияға бөлісе кетіңіздер. Видео ұнаса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.